Үшінші сабақта біз функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынын графиктің көмегімен анықтаған болатынбыз. Енді бізге функция формула түрінде берілсін. Мысалы, y тең x-тің квадраты функциясын алайық. X минус 2-ге тең болғанда, y 4-ге тең. Сол сияқты минус 1-ге тең болса 1-ге тең, 0 болса 0-ге тең, 1 болса 1-ге тең және 2 болса оның квадраты 4-ге тең. Кестеден байқап қарасақ, x-ке кез келген мән беруге болады екен. Бірақ оған сәйкес келетін y-тің мәні ешқашан теріс мәнге ие бола алмайды. Яғни санның квадраты әрқашан оң немесе 0-ге тең. Демек, бұл функцияның анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін барлық нақты сандарды қабылдай алатын болса, мәндер жиыны тек теріс емес сандарды ғана қабылдайды екен. Мысалы, осы мысалда y-тің мәні минус 4-ге, минус 9-ға, сол сияқты жалпы теріс санға тең бола алмайды екен. Осыған ұқсас, y тең x минус 3-тің квадраты плюс 4 функциясын алайық. Мұнда да x-тің кез келген мәні үшін y-тің мәні анықталады. Яғни, минус 2-ге тең болса y-тің мәні 29-ға тең, сол сияқты минус 1-ге тең болса 20-ға, 0-ге тең болса 13-ге, 1-ге тең болса 8-ге, 2-ге тең болса 5-ге тең болатындай. Ал y-тің барлық мәнінде x-тің мәндері анықтала бермейді. Мысалы, y тең 0 болса, онда x минус 3-тің квадраты плюс 4 0-ге тең болу керек. Яғни, x минус 3-тің квадраты минус 4-ге тең. x минус 3 деген қандай да бір нақты сан. Сондықтан оның квадраты әрқашан теріс емес сан болу керек. Яғни, 0-ден әрқашан үлкен немесе тең. Яғни, ол ешқашан минус 4-ге тең бола алмайды. Мұны анықтау үшін соңғы айтылған сөйлемімізді қолданып көрейік. x минус 3-тің квадраты әрқашан теріс емес, яғни 0-ден кіші емес сан. Оған 4-ті қоссақ, әрқашан 4-тен кіші емес сан болады екен. Яғни біз 4-тен кіші емес кез келген y саны үшін x-тің мәні анықталады деп айта аламыз. Және оны былай белгілейміз. 4-тен плюс шексіздікке дейін 4-ті қоса алғанда. Осыған ұқсас басқа мысалдарды келтірейік. y тең 5 минус x-тің квадраты. Анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Ал мәндер жиыны санның квадраты теріс емес болғандықтан 0-ден плюс шексіздікке дейін 0-ді қоса алғанда. Келесі y тең минус x-тің квадраты. Мұнда санның квадраты теріс емес, ал оның алдында минус таңбасы тұр. Демек, ол әрқашан теріс сан немесе 0 болуы мүмкін. Демек, y тең минус x квадрат функциясының мәндер жиыны минус шексіздіктен 0-ге дейін 0-ді қоса алғанда. Келесі мына функция үшін көрейік. y тең 3 минус 5 минус x-тің квадраты. 5 минус x-тің квадраты өрнегі теріс емес. Олай болса, минус 5 минус x-тің квадраты өрнегі оң емес. Ал оған 3-ті қоссақ, әрқашан 3 немесе одан кіші сан болу керек. Демек, мәндер жиыны минус шексіздіктен 3-ге дейін 3-ті қоса алғанда. Құрамында модулі бар функциялар да дәл осылай тұжырымдалады екен. Мысалы, y тең модуль астындағы x функциясы берілсе, оның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, ал мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін 0-ді қоса алғанда. Себебі санның модулі деген, ол санның 0-ге дейінгі қашықтығы деп айтылатын. Яғни, ол кесіндінің ұзындығы. Оның мәні ешқашан теріс болмайды. Жоғарыда келтірілген мысалдарға ұқсас, y тең модулі бар x плюс 3 болса, онда оның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, ал мәндер жиыны 3-тен плюс шексіздікке дейін болады екен, 3-ті қоса алғанда. Сол сияқты, модуль астында x минус 3 функциясы үшін анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, ал мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін 0-ді қоса алғанда. Ал y тең x минус 1-дің модулі плюс 1 функциясы үшін мәндер жиыны 1-ден плюс шексіздікке дейін 1-ді қоса алғанда. Келесі y тең минус
модулясында 4 минус x функциясы үшін мәндер жиыны минус шексіздіктен 0-ге дейін 0-ді қоса алғанда. Келесі, y тең 3 минус модулясындағы x плюс 1 функциясы үшін анықталу болса барлық нақты сандар жиыны, ал мәндер жиыны минус шексіздіктен 3-ке дейін болады екен. Енді бөлшекпен берілген функцияларды зерттеп көрейік. Мысалы, y тең 1 бөлінген x. x-тің мәні минус 3 болса, онда y-тің мәні минус 3-тен 1. Сол сияқты минус 2 болса, минус 2-ден 1. Минус 1 болса, минус 1. Ал 0 болса, анықталмайды. Себебі 1 бөлінген 0 деген сан жоқ. Яғни санды 0-ге бөлуге болмайды. Кестені жалғастырайық. 1 болса, 1-ге тең. 2 болса, 2-ден 1-ге тең. 3 болса, 3-тен 1-ге тең. Қалған сандардың барлығында анықталады екен. Демек, 0-ден басқа барлық нақты сандарды ала алады екенбіз. Анықталу облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, 1-ге де 0-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Мына функциялар үшінде түсінікті шығар деп ойлаймын. Y тең 3 бөлінген x минус 2. X минус 2 0-ге тең болмауы керек. Демек, x 2-ге тең емес. Яғни, 2-ден өзге барлық нақты сандар жиыны. Келесі, y тең x плюс 1 бөлінген x минус 1 функциясында. Ал мұнда x плюс 1 өрнегінде ешқандай шектеу жоқ. Ал бөлімі x минус 1 0-ге тең болмауы керек. Демек, x 1-ге тең емес. Яғни, минус шексіздіктен 1-ге дейін және 1-ден плюс шексіздікке дейін. Анықталу облысы түсінікті. Яғни, бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайды деген ұстанымды ескереміз. Ал мәндер жиыны ше? Әрине, бұл жерден ештеңе көрінбейді. Сондықтан x-ті y арқылы өрнектеп көрейік. Y тең 1 бөлінген x үшін x тең 1 бөлінген y. Бұл өрнектен y-тің 0-ге тең бола алмайтынын байқауға болады. Яғни, y тең 1 бөлінген x функциясы үшін мәндер жиыны минус шексіздіктен 0-ге дейін және 0-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі, осыған ұқсас функциялар үшінде осы қадамдарды орындаймыз. Мысалы, y тең 1 бөлінген x қосылған 1. Бұдан x қосылған 1-дің 1 бөлінген y-ге тең екен шығады, ал x бізде 1 бөлінген y азайтылған 1-ге тең. Бөлшектің бөлімінде y тұр, яғни ол 0-ге тең емес. Демек, функцияның мәндер жиыны минус шексіздіктен 0-ге дейін және 0-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі, мынадай мысал келтірейік. Y тең 2 минус 1 бөлінген x минус 5. 1 бөлінген x минус 5 өрнегі 2 минус y-ге тең. Ал x минус 5 1 бөлінген 2 минус y-ге тең. Демек, x тең болады 1 бөлінген 2 минус y плюс 5. Яғни, бөлшектің бөлімінде 2 минус y тұр. 2 минус y 0-ге тең болмауы керек. Яғни, y бізде 2-ге тең емес. Функцияның мәндер жиыны минус шексіздіктен 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Және соңғы мысал. Y тең x минус 3 бөлінген 2 минус x. Бұдан x минус 3 тең болады y көбейтілген 2 минус x. Жақшаны ашамыз және x бар өрнектерді теңдіктің бір жағына шығарамыз. X-ті жақшаның сыртына шығарып, теңдіктің екі жағын бір қосылған y-ге бөлеміз. Сонда x тең 2y плюс 3 бөлінген 1 плюс y пайда болады. Бұдан 1 плюс y-тің 0-ге тең емес екенін көре аламыз. Және y бізде минус 1-ге тең емес. Яғни функцияның мәндер жиыны минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Сонымен біз бұл сабақта анықталу облысы мен мәндер жиынын кейбір функциялар үшін қарастырдық. Өз біліміңізді тексеру үшін тақырыптық тест тапсыруды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.